Ассалаумағалейкум достар, бұл Нұрсұлтан Құрман YouTube каналы. Біз Оралдамыз, Ақжайыққа келдік. Бүгін бізде подкастта мен қонақ болып отырмын, өздеріңіз көріп отырғандай Ақжайық футбол клубының директоры Азамат Ерболұлы Шайх мырза. Әзеке, қош келдік. Рахмет. Шақырғаныңызға рахмет. Бүгін жақсы мардымды сұхбат подкаст болады деген ойдамыз. Өйткені Ақжайық туралы біз былтырғылармен салыстырған кезде маусымның басында алғашқы орындарда жүрген кезде шулаймыз, кейін ұмыта бастаймыз. Кейде бір клубтарға байланысты немесе алаңға байланысты мәселе болған кезде біз Ақжайық туралы еститінбіз. Жүз рет естігенше бір рет көр деген сөз бар, сондықтан өзім келіп, өз аузыңыздан естейік деп біраз сауалдарға. Бірінші кезекте жеке өзіңізге қатысты сұрақтан бастайық. Азамат Шайхы, бұл кісі экс-футболшы емес, бұл кісі спортшы. Қазақтың спорт туризм академиясы тәмамдаған, негізгі мамандығы самбошы. Самбо физкультура пәнінің мұғалімі. Футболға қалай келдіңіз? Енді мен осы өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, академия физкультура туризм спорты Алматы қаласының соңынан бітірдім. Келіп, енді өз жұмыстағы ең басындағы жұмысым ол әдіскер болып жұмыс жасадық. Одан кейін спорт клубы Ақжайық деген бар. Сол жерде администратор, команда басшысы болып жұмыс жасадым. Сол жерде зам директор болдым. Одан сол жерде директор болып, сөйтіп осы игровой видтағы бір жұмысым сол жерден бастадым. Енді одан қала бердім, авиационный школа деген бар бізде. Сол жерде директор болдым. Сол 2019-дан бастап осы футболға келдім. Енді көбінде сұрақ қой, мына самбисын ағып жүр, мына баресын ағып жүр, футболда деген. Бұл футбол түсінбейді ғой дейді. Енді негізі менің өзімнің принципім да, өзімнің ойым. Енді менің мақсатым олар тренировать ететін өздерінің футболдың мамандары бар. Мен соларға жағдай жасау керек. Менің мақсатым, түпкі мақсат соларға жағдай жасау. Бүкіл сатыдан өттім дейсіз ғой, яғни. Бүкіл ойын спорт түрлеріне. Иә, ол былай айтқанда, ол бүкіл сатыдан өтіп, енді осы игровой видтің ішіндегі өзім үшін зерттедік те, оқыдық та, түсіндік. Осы футболдың тағы бір демесі осы хоккейде жүргенде хоккейдің тарихынан бастап бәрін зерттеп шықтық. Ақжайыққа мақсатты түрде келдіңіз бе, әлде тағайындау болды ма? Жоқ, ешқандай емес. Енді біріншіден тағайындау болды. Тағайындау болған жерде жауаптылық қой, жауаптылықты сезінген кезінде мақсат қоясың. Сол мақсат қойып, ары қарай осы жерде өз уақытымызда артымыздан жақсы өзгеру үшін, жақсы осы деңгейге, Ақжайықта бір жақсы бір деңгейге жеткізу үшін бар күш жігерін салып жүрміз. Демек, Азамат мырза өз жұмысынан қазір ләззат алады. Әрине, ол өзім, мен осы келіп матчта отырғанда менің осы халық, жанкүйерлер, тағы ардагерлер келіп ризалығын білдіріп, бір көңіл айтып, маған одан артық басқа ешқандай дым да керек емес. Ең бастысы сол. Әдемі. Мысалы әзеке, біздің қазақ футболында осы жанкүйерлердің арасында, спорт мамандарының арасында бұл мәселені түсіп қойып, көп жағдайда футбол клубтарында басты менеджерлер футболға қатысы жоқ адамдар деп айыптап жатады. Мысалы Атырауда барецтер дейді, ана жерде барецтер, мынау қайдан келген. Сондай азаматтарға не жауап бересіз? Енді әр клубтың жағдайы әртүрлі. Әрине, мен ондай ол кісілерге жаңа айтып кеткендей, мен осы жерде директор болып тұрып, осы жерде басшы болып тұрып, мен барып бір детский команда тренировать ететін болсам, ол дұрыс емес. Енді мен сол тренерлар бар, қазір біздің футбол орталығында 30 тренер бар, одан қала берді основной команда дубль бар. Сол жерге менің мақсатым борец болсам да, енді менеджермін ғой, менеджер болса соларға жағдай жасау. Ең принципім сол. Енді менің келіп мен борец футбол түсінбейді деген емес. Менің ең бірінші футбол түсінетін өзінің мамандары бар. Мен соларға бірінші жағдай жасап, солардың не сұрайды, соны мен оларға жеткізу керек, қолдарында болу керек. Осы бір қызық үрдіс бар біздің Қазақстанда. Мен соны түсінбеймін. Мысалы, кейде Астанада тұрамын мен. Астанада кейбір футбол клубтарында дзюдошылар бар, басқаратын. Мен солардан сұраймын, бұл қандай тенденция деймін да? Футболда осындай күрес саласының мамандары жүреді. Сол кезде футболдың жілігін шағып, майын ішкен кәдімгі сол жақтың бүкіл әліппесін үйренгендер менеджер бола алмай ма, қолдарынан келмей ма деген сияқты. Жоқ, Оралда жоқ. Ондай адамдар бар. Ондай ешқандай не жоқ. Жоқ, ол дұрыс, ол өте орынды сұрақ. Ол неге?
ол енді мына жерде енді бізді басшы тағайындайды ғой. Басшы тағайындаған кезде енді сол моменттерде енді бір футбол маманы болсын, тағы бір волейбол маманы болсын, енді сол кезде тап болмаса, сол кезде бір дайын тұрған маман болмаса, ол енді келіп сен өмір басшы болып көрмеген или тәжірибесі жоқ адамда келіп футбол оқиса, ол келіп ертең ол 100 жерде футболист болсын, тағы бірдемесі болсын, ол білмеймін неге жеткізетін, но бірақ әр нәрсенің өзінің тәжірибесі бар маман болған жақсы. Енді бір қазіргі енді басқа өңірлерде болсын, борец болсын, тағы бірдемесі болсын, енді мен өзімнің түпкі мақсатым енді біріншіден жауапкершілік, екіншіден былай айтқанда соларға аянбай еңбек етіп, сол өзім борец бола тұра мен ешқашан бір күрес туралы айналамда осы жерде жүрген бір борец тренер де жоқ, борец бір қасында жүрген бір инжек те жоқ, ешқандай жоқ. Осы футбол мамандары, футбол саласында жүрген кім жүр, осы жерде осы айналада солар жүр. Тәжірибе деп қалдыңыз, өзіңізді дамыту мақсатында бір оқу әдістемелік тәжірибелерден өтіп тұратын шығарсыз. Әрине, мен өзім тәжірибелік семинар болсын, Сочидағы международный олимпийский университет оқып шықтым, именно по менеджеру. Москвада неден сондай бір не болды, по менеджеру. Шағын семинар болды, бір жұмалық, содан өттім, курсынан. Енді өзім үшін де ол ары қарай өзімнің тәжірибемді, ары қарай өзімнің білімді ары қарай арттыру үшін мен өзім оқимын, ізденемін и сұранамын. Бір қуантатыны Азамат Шайхы бұл жергілікті Батыс Қазақстанның Оралдың тумасы, осы жердің азаматы, осы жердің спорт үшін жаны ашып. Әрине, ешқандай емес, осы жерде жүрген сырттан келген адам емес. Жоқ, онда ешқандай жоқ. Бізде енді мен өзім осы жердің жергілікті тумасымын, осы жерде туып өскен. Осы жерде енді шыны керек осы қалада былай айтқанда көбін білеміз, танимыз, өзімізді біледі. Бәрі жүрген жерде бірінші өтшет абырой. Қай жылғы азаматсыз? Мен енді өзім 88-ші жылғымын. 88. Ол таңғалып нәрсем 88-ден уақыт еді. Жоқ, әрине. 93 жыл болады. Жоқ, ол ешқандай не жоқ, ол мәселе жаста емес. Мәселе өзінің басындағы білімің ғой. Енді өзіміз енді осы жерге келген жерде былай айтқанда өзіміздің жақсы деңгейде осы Ақжайықты жақсы бір жоғары деңгейге шығару керек. Жоғары деңгей туралы кеңінен сөйлесеміз. Алдымен осы халықтың көкейінде жүрген сауалдар ғой. Азамат Шайхы деген. Екіншісі бұл әрине көп дауға қалатын бұл стадион. Стадион мәселесін бір талқылап жіберейікші. Өзіңіз айтып жатсыз, кеше осы жаққа келе жатқан кезде де көпшілік айтады, мектептің алаңы деген сияқты Ақтөбе мен осы Ақжайықтың стадионына тиеседі, Ақжайығында Ресейге дейін шығып кетті деп мысалы. Шыны керек, ол енді мына соцсеттерде енді көп жүреді ғой, школьный стадион деп. Оның бәрін естіп жатамыз, оқып жатамыз. Енді шыны керек, енді біздің қазіргі таңдағы жағдайымыз осы, барымызда осы, енді болашақтың еншісінде енді жоспарымызда бар. Ол енді жаңа стадион, әлде мына өзіміздің орталық стадион бар, Атайын стадион. Соны бір жаңартып, бір реконструкция жасап деген сияқты бір ол да бір ойымызда жүрген нәрсе бар. Бүгін шүйесінен талқылап жүрсек, мына стадион бұл негізгі стадионға шөп шыққанға дейін ойнайтын алаң, иә? Әрине. Климатқа сай. Әрине, бізде енді мына қыс мезгілі ғой, өзіміздің климатымыз енді былай айтқанда қыс толығымен болатын. Соңғы кезде мына наурыз айында бізде қар тоқтамайтын ай. Тұранға қарсы ойында енді былай айтқанда былтырда Атыраумен бірінші тур ойнайтын кезде осы өз алаңымызда тоже былай айтқанда қар тізеден келіп. Осы алаңда күн-түні ұйықтамай 24 сағат тазалап ойын үлгердік, әйтеуір қар жауған жоқ, ойынды өткіздік. Биыл енді тұрамы ойын болатында тоже енді айтқанда түнімен ұйықтамай қар тазаладық, бірақ дегенмен де қар тоқтаған жоқ. Сол себептен мына инспектор матч енді айтқанда матчты отменить етті. Бұл стадион негізі Ақжайық үшін құтты стадион деп естимін, ұпай алып келетін. Негізі бұл стадионның кеткісі жоқ. Керісінше осы стадионда ойнай берсе тиімді сияқты Ақжайық. Былай айтқанда мына бұл стадион бізге өзімізге ыңғайлы. Бұл халыққа да ыңғайлы. Бұл стадион қаланың ішінде, мына көлікпен қатынауға, автобуспен келгенде де тағы бірдеңеге простой халыққа, қарапайым халыққа, біздің жанкүйерлерге өте ыңғайлы стадион. Естуім бойынша бұл стадион кезінде бір дәл қазіргі жағдай күйінде болмаған.
Сіздер келе салысымен осы стадионды реконструкция жасаған екенсіздер, газонды өзгерткен екенсіздер. Иә, ол ең сол енді жұмысқа келгенде ең бірінші мақсатымыз осыған дейін 12 жыл мына жасанды газон ауыспаған. Ол премьер лигінің требованиясынан өтпейді. Ешқандай да домашний ойымызда өздеріңіз білетін шығарсыздар, мына осы жерден 130 километр Ақсай қаласына ойнап жүрдік. Иә. Мына газон шыққанға шейін сондай деңгейге дейін жеттік. Ондайды болмас үшін, ондай бір келеңсіз жағдайды алдын алу үшін ең бірінші мақсатымыз осы газонды ауыстыру болды. Газонды ауыстырдық. 20 миллиондай шықты. Енді соның ар жақ бер жағында шыны керек сондай бір расход шықты. Әкімдік бөлді ме ақшаны әлде? Жоқ, оны жеке өзіміздің спонсорский қаражат бар, өзіміз спонсор тауып осы газонды ауыстырдық. Спонсор белгілі бір талаппен кіреді ғой негізі. Иә, әрине. Жоқ, олар енді мына спонсорларға енді қызықтырып не істегеніміз, ол енді мына стадион доверительный управление беріп, соны осындай условия қойып, соны тартып, енді ол келіп ешкім қалтасынан 120 теңге шығарып жатқан жоқ қой. Оғандай ақша шығарып жатқан жерде ол да өзіне бір талабы болады. Демек, бұл демеушілер Ақжайыққа жаттығуға және негізгі КПЛ деп ойындарға алаңды береді. Қалған уақыттарда өздері өзгелерге арендаға береді. Әуесқойлардың футбол өтеді. Жоқ, ол солай ғой енді, сол бәрі енді соны өздеріне құттай да болса да бір осы ол жерде ешқандай былай айтқанда біз мына объект былай прибыльный объект емес. Ешқашан бұл біздің енді прибыльный объекттерді бір более-менее санайтын енді дегенмен де арасында. Ледовый дворец болсын, бассейн болсын, пайда келетін. Нағыз енді шама келсе, әйтеуір 20 жылына жыл бойы тоқтамай жұмыс жасайды. Енді мынандай объект тек қана обычный объекттер ғой. Тек қана расход келеді, ана жерден анау кетіп жатыр, ана жерде ремонттау керек, мынау кетіп жатыр, мына жерде ремонттау, мына жерден ешқандай. Бұл мектептің алаңы емес, көрінеді айтып қойып, бұл мектептің алаңы емес, бұл кәдімгі Ақжайықтың арнайы 3000 орындық. Енді бұл бәріне көрінетіні біз трансляция мына трибунаның үстінен түсіріледі. Бізде ажағынан емес, ажағынан болса ол стадион бұл сияқты ол көрінер еді. Біз негізі оны вышка бәрін ойластырып істеп қойғанбыз, онымен мына жақтан түсіреміз деп бізден трансляция осы жақтан түсіріп отыр. Естуім бойынша бұл алаң ар жағынан тағы да крытый жасайын деп жатыр. Енді бұйырса мына өзіміздің балаларға Ақжайықтың футбол мектебі. Иә, әрине. Сол балаларға өзіміз енді шағын манеж жасап, қыс мезгілінде әрине демеушілікпен немен сондай ойымыз бар. Қасында мен жалғыз емеспін. Қасында өзімнің досым, былай айтқанда өмірдегі өзімнің ағам Оралбай деген жігіт бар. Осы Ақжайықты екеуміз бірге алып, қолға алып, осы Ақжайықтың деңгейін көтерейік деп ол кезде солай келген болатынбыз. Сол кезде осы газонды бірге ауыстырды. Енді ол кісіні айтпай кету мүмкін емес, себебі ол кісінің де еңбегі зор. Сол себепті енді мен өзім осы жерде осы бір Ақжайықтың бір жоғарғы деңгейіне осы бірігіп жұмыс жасап жатырмыз. Жақсы. Осы стадион мәселесі келген кезде ендігі Ақжайық бұл стадионнан қашан негізгі өзінің анау жасанды төсенішке емес, табиғи төсенішке қашан барады? Біздің табиғи төсенішке Атайын стадионнан бұйырса мамыр айының орталарында дайын болып қалу керек. Сосын алдағы енді содан кейінгі ойын өзіміздің жергілікті ойынымызды сол жақта қабылдаймыз деп ойлаймыз. Ол да енді өзінің ПФЛ-дан федерациядан кісілерге сертификатын бәрін өткізіп. Ол жақта арнайы агроном бар ма? Әрине, агроном бар, өзінің мамандары бар сол жерде. Анау Тараздың Ордабасының стадионы сияқты агроном? Жоқ, ол жерде де қазір мен өзіңізді сол жерге аяқтай апарып көрсетемін. Сол жерде барып өзіңіз барып көріп кетесіз, қалай екен. Жергілікті агроном ғой? Әрине, мен өзім жергілікті, енді бұрын үлкен кісі болатын, ол кісі кетіп қалып, қазір оның орнына бір апайымыз бар, сол кісі өзі қарап не істеп отыр. Бүкіл технологиясы көңілдеріңізден шығады. Әрине, ол енді өзінің селитрасы бар, витамины бар, там семенасы бар, тағы химиялары бар, нелердің бәрін, ол өзі нелердің рациондарын былай айтып отырады. Сосын адамдарға береді, мынаны төгіңдер, сегіңдер, шашыңдер, сосын сонымен не істеп жатқанда ол газон сол өзін істейді. Әңгіменің басында стадион
жоспарда бар деді. Шынымен де қаланың жоспарында бар ма стадионды салу, немесе реконструкция өткізу керек? Жоқ, енді тап қазір бір жоба, бір ондай не істеп тұрған жоқ ешқандай. Біз енді Қазақстанда көп жағдайда білесіз екен, мысалы Шахтер кезінде Чемпиондар лигасы, Европа лигасында дүрлеген кезде стадион саламыз деп жоспарын көрсетті, Каспий көрсетті, анау көрсетті. Бірақ ешқайсысы салынып жатқан жоқ. Жоқ, ол енді шыны керек, ол енді қаражат біріншіден, ондай бізде ондай жобамыз жоқ, ондай бір неміз, бір келісіміміз де жоқ. Енді ойымыз, ондай жүрген жерімізде оны бірінші қозғайтын әңгімеміз. Мына автобус мәселесі командаға, сосын Автобус жоқ па команда? автобус бар, ескі автобусымыз бар. Ол да енді тозды да былай айтқанда. Сосын стадион мәселесі ғой. Жанкүйерлердің бір-екі сұрағы бар да осы стадионға байланысты. Билет 1000 теңгеден екен, және 500 теңгеден балаларға. Иә, балаларға. Енді солай бағаны қойдық. Себебі енді осы бір тапқан немізді өзіміздің осы стадионға болсын, персоналға болсын, осы неге жұмсалатын. Арзандамайды ғой. Жоқ, енді солай сұрап жатыр жергілікті. Иә, жоқ, енді если сұраныс не болса, оның бағасына түсіруге де болады. Онда тұрған ой, міне жоқ болды, мына баға қатып қалған баға деп онда не істей алмаймын. Если сұраныс болса, не болса, оның бәрі. Абонемент сатылады ма? Ауысым басқа. Абонемент енді бар жалпы, бірақ абонемент алып жатқан ондай ешкім жоқ. Жақсы. Екінші, клубтың жалпы ақпараттық әлеуметтік желідегі жағдайына байланысты білуімше жігіттер көмектесіп жатыр түсіру барысына. Инстаграмы бір қалыпқа келтірілді. Енді ол клубтың негізгі еңбегін көрсететін сол клубтың әлеуметтік желісі ғой. Иә, дұрыс. Екіншісі бұл сайт мәселесі. Менің кейбір әріптестерім былтырларым қателеспесем осы сайтты. Иә, Ермұхамед енді бауырымыз енді ол мәселені мен естідім, осы талқылап жүргенде ол әңгіме болғанда сайт мәселесі енді шыны керек, осы біз алла болса іске қосамыз, мына хостинг мәселесімен бәрін шешіп қойдық, құрып қойдық сайтты. Бұйырса мен сізге енді осы мамыр айынан бастап оның бәрін іске қосамын. Сайт мәселесі. Мамырдан бастап сайт алла болса жұмыс жасайды. Енді мына Инстаграм мәселесі, енді қазір халықтың бәрі айтқанда соцсетте отырады ғой, бәрі қарайды, көреді. Енді шыны керек, мен қателеспесем, осы Ақжайыққа келгенде бір 3000-ға жетер-жетпес подписчик болды. Қазір әйтеуір 14 мыңнан 15 мың кетіп бара жатырмыз. Жақсы. Әйтеуір енді бұл айтқанда искусственный емес, бұл айтқанда искусственный накрученный тірі, бәрі живой, өзінің бір подписчигі бар. Жақсы. Жазып қойыңыздар Ақжайықтың Инстаграмына. Төменде қазір шығып тұрады. Және тағы бір мәселесі бұл логотипке байланысты сұрақ өте көп болды. Бұл логотипті қазір көп клубтар қазақстандық болса әлемдік минимализмге өтіп жатыр. Бір әріптен тұрады, бір ғана белгіден тұрады. Біз Ақжайықтың логотипін қарайтын болсақ, енді ол жерде белгілер өте көп. Ат тұр, доп тұр, сосын ФК Ақжайық деп жазу бар. Көк түс, қызыл түс, Орал қай жерден шыққан. Көп емес па? Күрделі емес па? Бұл енді біріншіден бұл логотипті мен қателеспесем 2014-те ме 15-те жасалған бұл логотип. Енді ойымызда бар, рембрендинг жасап, бір жақсы, бір әдемі, заманауи неге келетін бір ыңғайлы. Бұл айтқанда мына өзіңізде көріп тұр ма, даже не жасағанда, эмблемасын жасағанның өзінде де бұл айтқанда каждый буква үшін тағы бірдемесін ақша алады ғой. Ыңғайсыз ғой. Сол оның бәрі бұл айтқанда оның өзі де расход, если алып барсақ. Бірақ бұйырса енді сондай бір жасаймыз, бір жақсы. Өйткені доп онсыз да белгілі ғой деген ғой футбол командасы екен. Иә, дұрыс. ФК деп. Және бір қызығы команданың символы жылқы ғой, сәйгүліге. Иә, әрине. ЦСКА жанкүйер жасап берген сияқты белгіні байқайсыз. ЦСКА енді біздің өзіміздің Ақжайықтың формасы, түпкі формасы енді мына қою қызыл, бордовый дейді ғой. Сондай түс негізі. Өзінің тарихи түсі сондай түс болатын. Енді қазіргі неге ашық болып кеткен ғой. Қазіргі форма негізі өз түсі сондай. Енді ЦСКАның формасына келеді қызыл. Енді бірақ жылқы мәселесі өзіміздің енді төл жануарымыз ғой. Енді өзіміздің осы батыс өңірі былай айтқанда жылқы малымен не істейді, Алматы барыспен не істесе жылқы малы болсын, сондай немен өзіміз.
Демек, бұл ревенingке ұшырайды, арнайы конкурс жариялайтын шығарсыздар. Әрине. Дизайнерлерге. Әрине, оны официально өзіміз неймізге, страницамызға бәрін официально объявлять етеміз. Официально бәрі не болу үшін, былай айтқанда, шын болу үшін, шынайы болу үшін, оның бәрін былай ашық түрде жасаймыз. Жылқының маскоты болған деп естідік. Қазір бар ма? Жылқының маскоты бар. Оны көңіліңізден шықпады. Ол шыны керек көңілінен шыққан жоқ. Оны біз қателеспесем, біз Алматыдан тіктірдік. Соны бір осыған дейін біз работа с болельщиками балалар жасады. Солар өздері не істеп тіктірген. Ақшасын төлеп бәрін істеттік. Ол келгенде көңілден шықпай қалды. Но дегенмен де киіп жүрді, бір ыңғайсыз. Оның ішінде киіп алған адам, бұл айтқанда қара төрге түсіп, ыңғайсыз болады. Жақсы. 1968-де, мен естуім бойынша негізі Ақжайықтың шын пайда болған жыл 2010 жыл. 68 қайдан пайда болды? 68 енді ол өзіміздің осы батыс өңіріндегі футболдың құрылған жылы негізгі мақсаты. Енді батыс өңірінде осы 68 жыл пайда болған ма футбол? Осы батыста енді оған дейін де болған шығар, но енді осы біз енді тарихи архивті көтергенде сөйтіп бізге 68 жылы Оральц деген команда құрылған. Сол кезде содан бастап осы 68 жыл. Бірақ ресми Ақжайық деген атау 2010. Ақжайық деген атау енді 2010-нан бастап құрылды. Ақжайық деген атау. Бірақ осы қала береді 68. Енді ол тарих қой. Жоқ, ол оны деп жазылуға енді тоже өзгерте алмаймыз. Себебі біздің артымызда тарих бар ғой. Өзіміздің ардагерлеріміз бар. Оның бәрін ұмытып кетіп, біз тек қана 2010-да құрылдық, ана ардагерлерімізді танымаймыз, білмейміз десек, ол дұрыс емес та. Жақсы, азеке футбол оралайық. Біз кішігірім бұл кіріспе болды, біраз нәрселер талқылап тастадық, өйткені енді нағыз футбол. Бірінші кезекте бұл футболдың команда нәтижесі ол кестеде тұрады. Сіз 2018 жылы қателеспесем 19-да келдіңіз, иә? Иә, 2018 декабрьде келдім, 2019-нан бастап команданы бірінші лигадан қабылдадым. Иә, бірінші лигадан қабылдадыңыз, өйткені ол жылы жоғары лигадан бірінші лигаға ұшқан. Сосын бірінші лигада қызу қанды шайқас жүргізе отырып, жоғары лигаға өтті. Кейбір өзгерістердің нәтижесінде шықты негізі жоғары лигаға, иә? Әрине, дивизиондарға бөлінді біріншіден, сосын екіншіден мына пандемиялық жағдайға бөлінді ғой. Екіншіден мына 12 командадан 14 командаға Ақжайықта плюс болды. Ол бізге енді шыны керек. Бір очко қалып кеткен едіңіздер негізі Каспийден. 2019-да біз премьер лигаға шығуға бір очко қалып қалғанбыз Каспийден. Құдай бұйырып тұр сол. Жоқ, енді бұйырғаны, ол онда тұрған ештеңе жоқ. Ойбай, там Каспий шығып кетті екен деп біз енді барып не істеп қалмаймыз. Ол спорт қой. Спортты болған жерде бәрі. Демек сіз алып шықтыңыз. Бір алғашқы қадам, жетістік. Екінші мәселе, мысалы, былтыр маусыммен сөйлесек, көрермен соны ұмытқан жоқ былтыр. Былтыр менің де әріптестерім бар, жанкүйерлер бар. Екі кезеңнен тұрады ғой чемпионат. Алғашқы кезеңде топ көш басында жүрді Ақжайық. Кәдімгідей бір 4-ке 3-ке ілініп кетіп, фавориттерден ұпай алып, бәрі шулай бастады. Мынау Лестер ойлап ше. Жарқын жетістікке жете бастады. Жанкүйерлер пайда бола бастады. Талқылау бүкіл жерлерде, ақпарат көздерінде Ақжайықты талқылау көп жүрді. Инфоповод көп бердіңіздер. Кейде менің бір досым бар, Айдын деген, Қожахмет. Ол бұл жағдайға пессимистік көзқараспен қарады. Нұрсұлтан асықпасай, сендер неге мақтайсыңдар, екінші кезеңді күтсеңдер, екінші кезеңде Ақжайық өзінің лайықты орнына отырады деді. Қателеспесем, былтыр 9-ші орында аяқтады Ақжайық. Бірінші кезең, екінші кезең екі түрлі болуына не себеп? Бірінші кезең мен екінші кезеңнің несіне, жетістіктің әртүрлі болуына, бұл біріншіден бұл спорт болған жерде, бұл айтқанда бүкіл сезон бойы бір пик формада ұстау мүмкін емес. Ресурс жетіспеді ма сонда? Жоқ, енді ол ресурс жетіспеген бір бөлек. Екіншіден, енді бұл айтқанда ойыншылардың енді бәрі робот емес, бәрі адам ғой. Енді біреудің тағы бірдеміз травмада ойыншыларымыз көп болды. Былтыр. Травмада ойыншыларымыз скамейка аз болды. Сосын өзіміздің енді өзіңіз білесіз, Ақжайық енді бұл айтқанда көбінің әңгімесі ғой, жергілікті ойыншылармен біз өзіміз негізі бұл айтқанда жасы келген ойыншылар болса да, сол ойыншыларға мүмкіндік беріп, солармен әлі ойнап келе жатырмыз. Сосын енді былтыр өзіміздің жергілікті жас футболшыға, Қоңыр Рысбек дегенге мүмкіндік бердік осы премьер лигада алғашқы бір дебюттік матчын өткізуге. Соны основаға тарттық.
основаға тартып соны мүмкіндік беріп қазір енді кішкене травма алып қалды, но бұйырса қазақстан жүретін футболшы. Енді өзіміздің жергілікті үлкен жігіттердің орнын басу үшін жас поколение осы. Биыл 5 баланы былай айтқанда подписать етті. Енді былтырғы 9-шы орын мен 6-шы орынның арасы 1 очко былай айтқанда. 2 очко қателеспесем. Енді бұйырғаны ол енді спорт болғасын жерде енді ешкім ол біріншіден ешкім ұтылам деп шықпайды. Ешкім енді ойынның алдында енді айтудан кем емеспіз. Жігіттер настрой, ойнау керек, очко керек, ұту керек. Айтудан кем емеспіз, шыны керек. Беруінен кейде мотивация деген болады. Мотивация енді футболшыларға мотивациялық сөзден гөрі оларға премия қызық болады. Сонда жетіспей қалады. Жоқ, қолымыздан келгенше енді контракттарында бәрінде прописано ғой премия деген. Енді оның бәрі былай айтқанда өзінің әртүрлі мөлшерде премиясы жазылып тұр. Уақытысында беріліп отыр ғой, былтыр айлықта премия. Ешқандай не жоқ. Ешқандай бір біз футболистпен бір қарызға шығып, бір бере алмай қалған ақша болып, тағы ондай ештеңе жоқ. Премиясы премиялай, қолымыздан келгенше. Енді ойбай премияны келіп неміз, ол өзіміздің контракт бойынша бір 10 000 теңгеден басталады премия. Премия, былай айтқанда, өзінің шектеулі шегі бар. 10 000 теңге? 10 000 теңгеден басталады от 10 000. Қайын кезінде? 300 000 теңгеге дейін. 10 000 теңгеге ма сол кезде? 10 000 теңгені енді ол еще контрактісінде олардың бәріне бар за счет экономия. Экономия болған жағдайда өзімізде, например, құттай бір жерде эконом болса, содан экономиядан тренер айтам, например, мынандай менің возможностым бар бере алатын. Соған байланысты өздерінің рапорттарымызда сөйтіп береміз. За счет экономии. Оның бәрін каждый прописано, каждый даже түсінбейтін футболистке де өзінің агенттеріне де бәріне беріп түсіндіреміз. Міне осылай. Келісесіңдер ме? Келіссеңдер, онда осылай ойнаймыз. Болды еще. Енді мақсат келіп өзі кішкентай бюджет келіп сен оны келіп минусқа кіргізіп, оны бір жүйелі түрде жоспарлай алмасаң, көрпеңе қарайды. Солай. Енді өзінің енді как менеджерлік қасиетіміз енді келіп алып, ой, бәрін беріп, айналып келгенде минусқа кіресің, айналып келгенде өзінің тренерларына жетпейді, или футбол орталығында балдарға жетпесе, ол дұрыс емес. Общий бюджет берілгенде, соны определенный процентпен бөліп, мынау сенің основа, сенің бюджетің, мынау футбол орталығының бюджеті, мынау тағы бірдеме бөліп, несеп қоясың. Бірақ футбол орталығының бюджеті былай айтқан основадан кем болмау керек. Мақсат сол. Былтыр ғажайып бюджет қандай болды? Былтыр біз 624 миллионмен бастадық, сосын қосымша былай айтқанда 200 миллион алдық, қосымша 100 миллион алдық. Оның ішінде минус 12% бар. Сол айтқанда общий суммада минус 12% аласың, сонда қолыңа тиетіні былай айтқанда соның суммасы. Былай айтқанда 700 бірдеме миллионмен былай айтқанда біз сезонды 9 жолмен аяқтадық. 9 жолмен аяқтадық. Бір білесі қарсыз ешқандай дауылсыз өттік. Жергілікті ойыншылар. Жергілікті легионерлер бар. Ешкімге де қарыз емеспіз. Легионер бар, өзіңіз білесіздер ғой, енді украинецтер да бар, грузин да бар, орыс да бар, белорус да бар. Сосын былтыр өзіміздің бәріне жетті, ешкімге қарыз емеспіз. Шүкір, ешкім келіп маған, сіз маған қарыз, сіз маған бері жақсы деп ешкім айтпайды. Ондай неміз жоқ. Былтырғы бағалар мен биылғы бағаларда өзгеріс баршы. Былтыр мысалы премканы айттыңыз ғой, 10 000-нан 300-ге дейін барады. Былтырғы айлықтар қандай болды? Ең минимум айлық пен ең максимум айлық қандай болды? Ең минимум айлық 150 000 теңге болды. Максимум? Максимум 2,5 миллион дейін бар. Легионер алатын? Легионер алатын. Мен ешқандай жасырмаймын. Арасында легионер, миллион теңге легионер алатындар да бар. Былай айтқанда местный ойыншымыз да бар, 2 миллион алатын местный ойыншыларымыз да бар. Олардың да деңгейін сүртуге болмайды. Сен местныйсың, или сен тағы бір демесін деп. Олардың да өздерінің сұраныстары бар, өздерінің былай айтқан деңгейі бар. Сол себепті бәрін келіп алып, ой сен местныйсың, сен обязательно сен мынандай жарайды саған деген дұрыс емес нәрсе. Жақсы, биылғы маусым бар, биылғы бюджет қандай?
Биылғы бюджетіміз 968 миллион. 968 миллион. Тағы да қосылады. Алдында өзі 200 деген. Жоқ, ештеңе қосылмайды. Таза осы биылдық бюджетке осымен бізге өзіміздің облыс басшылығының өзінің бекіткен осы бюджет жетіп жатыр ғой. Шүкір. Кейде біздің қазақстандық клубтарда бірінші кезеңін жазға дейін тауысып қалады. Жоқ, ондай не жоқ, ондай не жоқ, себебі оның бәрі осы жаңа айтқандай жоспар бар. Жылдың басында келетін өзінің жоспары бар. Ол жоспардан шектен ешқайсысы шықпаймыз. Әкімдік дер кезінде беріп отыр ғой. Әрине, ол бәрі әкімдік пен клубтың арасында байланыс болады. Жоқ, шыны керек бізде мына облыс әкімдігімен ешқандай не жоқ, біз наоборот өзі қолдайды. Ол енді өзіміздің жергілікті Ақжайықты, өзіміздің жергілікті футболды, жергілікті спортты даже былай айтқанда постоянно қолдап отырады, біздің ойынға да келіп, өзінің былай айтқанда қолдауын көрсетіп тұрады. Биылғы 150 сол 2,5 миллион ғой тағы да айлықтардың. Биыл 2 миллионға түсті. Потолок 2 миллионға түсті. Минимум? Минимум 150, енді өзіміздің молодойларында сөйтіп не істеді. 120 да бар. Ешқандай не емес. Енді по фамилия айтпай ақ қойын, но бірақ шектік мәселелер осылай. Осыдан аспайды. Клубтың селекциясымен кім айналысады? Клубтың ойыншыларыңызды қосасыз ба? Өзім ойыншыларды ешқашан қоспаймын. Ешқандай өзім келіп бір селекция келіп мына ойыншыны алшы или тағы бір приказный порядка ештеңе жасамаймын. Себебі өзінің мамандары бар. Өзінің осы жерде жүрген, былай айтқанда, тренері бар, спортивный директоры бар. Енді мен өз тарапынан, енді менің басты мақсатым ақшаға келісу. Мен максимально эконом жасау. Олар мындай сұрап тұр деп келеді, сосын мен жайлы өзім агентімен болсын, өйтіп не істеуге. Или тренерға, агенттермен мен шама келсе сөйлеспеймін, тренерға айтамын. Менің беретін осы, шектік мәселеміз осы, шектік межеміз осы, осыдан аспау керек, осыған қараңдар. Бірақ задача бар. Келіп, сен мынандай ақша, бірақ задача қоймаймын. Үкіметтен бұл халықтың ақшасы ғой, бұл налогтың ақшасы ғой. Бұл айтқанда, ол бір тиынына да мен жауаптымыз. Ол мына жерде, сол каждый тиынына жауапты болатын жерде, бір тиын үкімет бізге төлеп тұрған кезде, мен бір тиынға төлесе де мен задача қоямын. Мақсат қоямын. Ол бізге тек қана бір мынандай ақша берді, біз задача ойнай бердер деп ондай болмайды. Бапкерді қалай таптыңыздар? Бапкер енді шыны керек, бас бапкер осы кезге шейін 2018-де істеп кеткен. 2018-де пример. Сосын бір командадағы бір өзінің басшылықпен бір арада бір не болған, келіспеушілік болған, командада не болған, айналып келгенде бас бапкерді былай айтқанда крайне қылып, соны шығарып жіберген. Сіздер қалай таттыңыздар? Енді мен енді ол келіп мен ол бапкерді мен не істеген жоқпын. Осы Ақжайыққа келгенде әңгіме жүріп отырды. Болельщиктердің арасында болсын, ветерандардың арасында болсын, әңгіме жүрді. Мазердің кезінде былай болды, Мазер былай болды, Мазердің кезінде жақсы ойнап едік, жақсы бастап едік, жақсы несі. Сондай әңгіме жүріп жатыр, естіп жатыр, күннен күнге құлағыма келетін әңгіме. Сол себепті ол кісінің контактысын тауып, связьға шығып, осындай ұсыныс беріп, енді ол өзінің ең бірінші айтқаны бар. Осы Қазақстанда айта алмай кеткен әңгімем бар, соны доказывать үшін мен барымды салам. Сол үшін қандай условияға келсек, условиясы қандай? Условиясы енді шыны керек, ондай ешқандай условия не жоқ. Ойға келіп, мынандай зарплатасы да жоқ, өзінің бір минимально қалай басына келістік, ойға келіп задача орындадық, келіп условия өзгеріп кеткен ештеңе жоқ. Мені келдік, қол алыстық, бір сөйлейміз, падада жұмыс жасаймыз. Келісесің бе? Келісем. Бір сезонға келісім шарт қылдыңыз? Келісім, солай отырдық. Жылда бір сезонға отырамыз, енді былтыр бір сезонға отырдық, сосын қайтадан енді тағы да ұсыныс бердік. Істейсің бе? Үйреншікті жерім, бәрі біледі, біз де үйрендік, уже бәрі не істегесін жерде келді, қайтадан жұмыс жасайық. Задачаны алмаймыз. Енді задачаны былтыр 9 болса, енді биыл енді үздік жетілікке кіру мақсат бар. Мақсат жетілікке кіру? Жетілікке кіру. Енді мен ары қарай деп кесіп айтпай ақ қояйын. Оның бәрі уақыт көрсетеді. Оның бәрі енді мен өзімнің лично сондай талап қойғанымыз жеке өз бәріне командаға да айтқан болатын. Осыдан
12-ші жылы қателеспесем Ақжайық 8-ші орыннан көрінген. Үздік нәтижесі сол Премьер-лигада. Енді мен өзім сборда айтқан болатынмын командаға. Сол нәтижені жаңарту керек. Кеше Ақтауда болған Каспийдің жанкүйерлері үлкен клуб болды. Клубқа бойкот жариялап жіберді да. Неге бойкот жариялап жіберді? Неге стадионға бармай жатсыңдар деп сұрасам, осындай сұрақ болған. Биыл задача қандай деп. Бұйырғаны болды, сол 7-8 орын деп айтқан ғой негізі. Жанкүйерлер бойкот жариялап жіберді. Жоқ, енді біз не үшін байлады деп, үштікке таласып үшін байлады. Жоқ, олардың да айтуы дұрыс негізі. Оның да ол сөзінде жаны бар. Себебі енді мен ары қарай бір кесіп алып, бір ой жоқ, бүйтіп тоже мен айта алмаймын былай айтқанда. Келіп, все болды, біз тройкаға кіреміз, тағы бір демен. Оның бәрі уақыт көрсетеді. Енді ең бірінші Аллах тағаланың қалауымен ғой, әр нәрсе болатын да, ниетімізге байланысты. Енді талап бар. Ары қарай былай айтқанда былтыр бірнеше тур 3-ші, 4-ші орында келіп бәрінде сұраныс, біз Еврокубқа кіру керекпіз деген талап қойған болатын. Мүмкіндік бар дейді бізде. Біз ойнай аламыз, біздің деңгейіміз жетіп тұр деген сияқты. Енді бұл жерде сол деңгейден енді түсірмеу керек тырысам, соған жетуге тырысам. Бұл тарихи сәт болар еді, себебі енді Ақжайық өзі кезінде мына Қазақстан футбол федерациясы Европалық одаққа кіргенде осы Ақжайық осы Орал өңірінен кірген болатын. Өзінің юридический адресін осы жерге закрепить етіп, осы жерден сөйтіп Европалық одаққа кірген болатын. Соған енді өзіміз Европада тұрып, Евролигада или Лига нацияда, Лига конференцияда ойнамаса, білмеймін. Енді мақсат бар. Мазера көңіліңіз толады. Қазіргі таңда енді мен өзімнің ол кісіге келіп, ой, бүйтіп ешқашан мен жоқ. Мен кеше астын ұттықта бір мезі. Ешқандай жігіттер. Үш ойын ұттықта мен оларда ешқашан ойбай, олды сен мықтысың, ешқашан мақтаған емес. Ешқашан мақтап, ойбай сен тағы білдің. Мен задача орындасақ, вот сол кезде әңгіме айтамын. Мынау кісі өзінің жұмысын біледі. Все, Иваныч, дальше идем, не расслабляемся. Дальше. Сбор ойдағыдай өтті ма, оқу-жаттығу жиында? Оқу-жаттығу жиын ойдағыдай өтті. Ол жерде енді мен өзімнің жергілікті жас ойыншыларды алып кеткен болатын. Жас ойыншыларды биыл негізгі құрамға 5 өзіміздің жас ойыншыны енгіздік. Оралдық жас ойыншыны енгіздік. Сол себепті оларға сол жерде мақсат қойып, өкіл сұрағанын несін жасап, жағдайын жасап, енді оларға тек ойнау керек, өз-өзін көрсету керек. Бас бапкерге талап, облыс әкімдігінің талабы жергілікті ойыншылардың ойнау керек. Ол ең бірінші себебі, ол енді өзіміз бұл жерде ақша төлеп тұрып, келіп, өзіміздің жергілікті, өзіміздің халықтың ақша шығып, келетте, оны иностранцтар келіп, бір сөзді ойнайта алып, все, ол Ақжайықты танымай қалды ертең, бәрін кетті де қалды. Айналып келгенде өзіміздің жергілікті ойыншыларымыз, бұл айтқанда, екінші деңгейге қалып қояды. Сол себепті оны қалмас үшін мақсат жергілікті ойыншылар шығару. Бас бапкерге талап. Енді маман ғой, осы жерге келген, как специалист ретінде, ол футбол орталығымен де арасында жұмыс жасайды, тренерский совет өткізеді, футбол орталығының тренерларына. Тренер по вратарям бар тоже, украинец. Футбол орталығының вратарларымен айтқанда бірге жұмыс жасайды. Өзінің тренировкасы бір бөлек, основның бір тренировкасы, одан кейінгі тренировкасы ол футбол орталығындағы тренировка жасайды. Қазір базасы бар Ақжайықтың? Ақжайықтың базасы осы жер. Осы жерде дайындалады. Осы жерде дайындалады, осы жерде жаттығады, осы жерде былай айтқанда. Мен жатқан қонақ үйде ойыншыларды көрдім. Олар ойын алдында карантинде сол жерде жатады ғой. Карантинде сол бойы бір маусым бойы сол жерде тұра ма? Бір маусым бойы сол жерде тұрады. Келісім шартқа байланысты мына саяхат қонақ үйінде сол жерде енді біздің қаражатқа байланысты өзіміздің өзінің скидкасымен, несімен, в общем, сол жерде біз команда дисциплина деген бар да, мысалы футболшы болғаннан кейін қорқор шегетіндер бар, ішін алкогольдік ішімдік қыдыратындар бар. Оларға қандай жаза қолданады Ақжайықтың директоры? Жоқ, ол ондай мәселе бар. Ондай мәселе. Жоқ, ол кез келген клубта бар ғой. Но бірақ енді біз енді жергілікті маман болатын жерде біз қалада былай айтқанда бәрін танимыз.
бүкіл мекемені білеміз. Бәрі енді ана бір клубқа или тағы бір жерге ақжайықтың ойыншылар келсе хабар келеді. Мында футболисттер сразу спортивный сондай шықсын, барып жатсын. Ана жерде жүрсе, ана жерде не істеп отыр? Кейбірде өзім үстінен түскендер де болады. Не істеп отырсың? Отбой нешеде? Осындайда. Әлі қанша уақыт бар? Осындай уақыт бар. Кішкене отыр, сосын бар. Ешқандай мен өзім талап, мен дисциплина бірінші очередь. Дисциплина болмай, тағы бірдеңе болатын болса, келіп енді тренер кешігіп қалатын болса, тренердің өзінде несі бар, штрафный санкциясы бар, ақшасын бәрін зарплатасынан кеседі. Оның өзара котелы бар, ол котелда біз балалар үйіне жұмсаймыз, ағаш отырғызамыз. Осы неге өзі... Көп ағаш отырғызамыз? Жылма-жыл ағаш отырғызамыз. Биыл бұйырса енді... Штрафтардың несін? Штрафтың несін жинаймыз. Ең көп кімге салдыңыздар штраф? Енді штраф енді шыны керек бізде енді өзіміздің жергілікті ойыншымыз Антип Ваня. Не істеп қойды, не білді? Жоқ, енді кішкене өзі тренировкаға шығып қалады. Өзі несі бар, жоқ, бәрі ол жалғыз Ваня емес енді. Прежде ойыншылардың арасында өздерінің нелері бар. Сол себепті ол талап бар, тәртіп бар. Сіз самбода мастер спортасыз ғой? Мен самбода халықаралық дәрежедегі мастер спортпын. Содан қорқатын шығарсыз? Жоқ, жоқ, ондай не жоқ. Мен өзімнің ойға келіп, мен ондай нем жоқ. Мен наоборот. Жоқ. Наоборот, мен оларды қолмен өзім спортта түсінген жерде, спортсмен түсінген жерде өзіміз енді талай сборныйда болдық, неде болдық. Сбордың не екенін де білеміз, спорттың не екенін де білеміз, профессиональный спорттың не екенін де білеміз. Сол себепті мен өзімнің қолымнан келгенше былай айтқанда мотивацияны да беремін, настройды да беремін. Былай айтқанда онымен каждый ойыншымен квартирада тұратындары бар, квартирасына барып шай ішемін. Былай айтқанда психолог ретінде сөйлесемін. Неге, қалай, обстановка қалай. Сосын гостиницаға барамын. Например, ескертусіз, дымсыз, мен, например, 11 ма, мен, например, 11 жарымда номерлерге бәрін қалған, кім не істеп жатыр, кім бар, кейбір келесің, номерде жоқ, анау қайда, шығып кетеді, қазір келеді, қайда шақыр, анау қайда, мынау қайда, кішкене тәртіпті, мен өзім талабым бар сондай, тәртіп болу керек. Сол кезде мен любой слушай, там Шусиктің үйіне барып, ол квартирада тұрады, там семьясымен үйіне жайлап бір тортында апарып шай ішемін. Қалайсыңдар, не істеп жатсыңдар, бәрі үйлесіп жатыр ма, бәрі дұрыс па. Ана үйіне кіріп кетемін, мұнда квартира тұратындар бар, тең жарты квартира тұрады. Сол кезде жайлап сөйлесемін, қалай, атмосфера қалай. Мен ең бірінші мақсатым командадағы былай айтқанда атмосфера дұрыс болу керек. Или келіп үш легионер мына жаққа бөлініп алып, екі легионер мына жаққа, мессилар мына жаққа бөлінсе, ол ешқандай команда болмайды. Команда болған жерде бәрі бірдей болу керек. Талап қоямын. Сол себепті, например, ойыннан кейін олар банный процесс дейді, банный процессте оны обязательно қадағалайды, бәрі бірдей болу керек. Ол жерде там тағы бірдеңе соқпайды, ешқандай не бәрі бірдей болу керек, бәрі сол жерде болу керек ойында. Ол жерде ойын талқылайды, сөйлеседі, ойын істейді. Сосын әңгіме оның бәрі. Бір-бірін ашылады, не істейді, ана жерде бұлай, мына жерде бұлай, оның бәрі келесі ойынға уже бір-біріне сабақ. Жанкүйерлермен қарым-қатынасы бар клуб директорының? Ақжайықта ультрасы бар ма? Бар, ультрасы бар. Ақжайық жоқ. Енді шыны керек, мен өзім енді мына жерде жігіттер себепкер ғой, мен өзім бәрімен ашық. Ешқандай да емес, мен Уральск ультрас болды, Батыс ультрас деген бар, өздерінің өз нелер бөлінеді группаларға, но бірақ бәрін бір ұстаймыз, бәрімен ашық боламыз. Выездной матчтарға шығуға көмектесіп тұрсыздар? Біз олар шыға ма жалпы? Әрине шығады, олар келіп өздерінің талаптары бар, автобус бересіз ба, біз жақын жерлерге. Енді бұрын Ақжайық, например, 2013-2012-лерде чартерный рейспен самолетпен ұшып жүрген. Ақжайық сол кезде чартерный рейске 10 шақты болельшик салып алып жүрген. Сөйтіп ұшып жүрген. Болельшикті бірге салып алады, сөйтіп жүрген. Бізде ондай мүмкіндік жоқ. Дегенмен жақын жерлерге Атырау, Ақтөбе мен автобус дайындаймын. Жақсы, Ақжайықты енді нәтиже көріп жатырмыз ғой, көп сынайтындар бар, невеземый футбол ойнайды дейді.
Есебі 0-0, 1-0 гол аз сала. Иә, ол мәселе. Жоқ, ол мәселе. Иә, айту дұрыс қой, Ақжайық там автобус, там тағы бірдеме, оны айтады. Но енді біздің әдемі ойын үшін бізге очко бермейді, біріншіден. Екіншіден өзіміздің тактикамыз. Енді былай қарасам, мына Атлетиканы алып, мына мен өзім бір ұқсас бізге келетін оборонительный футбол ойнайтын ол сборная Италия. От обороны ойнайтын. Мына Атлетиканы алсақ та, например, мировой енді неде алайын, өздерінің тактикалары солай. Енді өзінің тренердің өзінің талабы бар, тәртібі бар, тактикасы бар, сонымен ойнайды. Енді бізге былай айтқанда әдемі ашылып, жүгіріп, теуіп ойнасақ, бізге ол үшін енді екінші орында арман болып қалады дейсіз. Былай айтқанда солай ғой, енді біздің ойыншыларымыз былай айтқанда качественный не жоқ, бір сапасы биік, бір уровень жоғары ойыншы жоқ. Бәрі бір уровеньде, бір командный вид болған жерде бәрі бір деңгейде ойнау керек. Келіп біреу жақсы ойнап, біреу төмен ойнап, біреу былай ойнап, біреу былай ойнаса, олай айтканда любой бәрі былай айтқанда каждый команда теория жасайды, анализ жасайды, разбор игры жасайды, сосын каждый команда слабый жерін іздейді ол. Сол слабый жерін іздесе, сол слабый жерінен өздерінің атакасын жоспарлай береді. Сол себепті бәрі бір деңгейде болу керек, бәрін бір-біріне былай айтқанда не істеу керек. Кезінде де СО-лар болды ма? Енді сондай сияқты біреуді алу керек шығар, кішкене алды да. Жоқ, СО-лында кезінде ешкім таныған жоқ қой, СО осы Ақжайық келіп СО болды былай айтқанда. Соны енді осы Мазияр өзі тауып алып, өзі шығарып, ол СО-ны бізден Қайраттың өзі алып кетті. Сол сияқты енді бір таланттар табамыз. Таланттар табу керекпіз. Енді былтыр ешкім танымайтын ойыншыларымызды, например, Козлов, былтыр, например, былтыр сборда жүрген соны ешкім елесінген жоқ. Қазір Қызылордада жүрген. Соны Ақтөбе алмай қалды. Ақтөбе алып, мен айтайын, сборда жүрген Ақтөбе алмай қалды. Сосын біздің тренер көріп, шақырып, бір қаратты, мынаны аламыз, мен мынаны ойнатамын дейді. Менің істедіме келеді, мен мынаны ойнатамын. Бұл айтқанда ойнап кетті, сол Ақтөбенің өзіне үш гол салды жалғыз өзі. Сол сияқты таланттарды бүйтіп арасын шығарып бүйтіп шығарамыз. Енді шама келсе, енді мына футболдың бір принципі бар ғой, ойыншылар тауып сату керек. Бұл қалай сізде бар ма? Ол деңгей енді бізде енді басталып отыр. Енді жайлап, например, бұйырса, енді бұл сезон соңында бәрі, бұл айтқанда ойыншылардың бәрін таба алып кетті, бірақ бесплатный етіп қалды. Контракттары разовый. Осы азеке осы мәселеге оралайыншы. Мысалы, бір жылдық жоспар деген, бір жылдық контракт деген клубтың дамуын тежейді ғой негізі. Мысалы, сіз айтып Ақжайық бір жылға бюджет қана береді, көп ойыншылармен бір жылға контракт. Ол ойыншы көрінеді, бітті контракт. Одан кейін оны басқа клубтар тартып алып кетеді. Иә, бесплатный етіп қалады. Но енді ол біріншіден жеке менеджер ретінде мен 2019-да келгенде осы вопросты көтердім. Осы вопросты бірден бір көтерген вопросым, неге біздің ойыншылар бесплатно тамыз? Как раз мен көз алдымда Ваня Антиповты, как раз возрасты молодой, жақсы талант ойыншы ғой енді, сборныйда ойнаған, келді, оны бесплатно жетісу алып кетті. Жетісу келді бесплатно. Неге кетіп қалды? Біз әлі мынау бізде жас 23-ке толды, ол бесплатно имеет право. Поэтому контрактысы қайда, оның бір болмаймын, местный ойыншыға бір 3 жылға бір жоқ дегенде подписать етіп қойуға болады, чтобы келсе, желающий болса сатып алсын, ақшасын төлесін болды. Жоқ, онда бәрінде разовый контракт. Сосын мынау болмас, алдымда местный талантты ойыншылар, мынау жарады, мынада болашақ бар, мынада болашақ бар. Алдымда каждыйына 3 жыл контракт подписать. Каждыйына 3 жылдан мына осындай суммаға келістік бар, осы сенің контрактың, осы 3 жыл бойы сенің контракт. Если сенің уровень өсіп жатса, мынаны пересмотр жасаймыз, ары қарай контрактын өсіреміз. Сөйтіп, уже жергілікті ойыншылармен сөйтіп подписать еттім. Енді келген приезжий игроктармен мен өйтіп, олай айтқанда 3 жылға, 2 жылға бүйтіп не істей алмаймын, себебі біздің бюджет 1 жылға беріледі. Келесі жылы ол бюджет қалай болатынын да білмейміз. Мысалы, қиын болса футболдың дамуына әсер етеді ғой? Жоқ, әрине, ол егер де ол ондай деңгейге жету үшін футбол өзі зарабатывает, өзі ақша табу керек. Өзі клуб, например, былай айтқанда, жоқ дегенде бюджеттің 30%-ын, жоқ дегенде 40%-ын клуб өзі тауып отыру керек.
Оралдағы аудиториямен қиын ғой. Ол Оралдағы әрине ол үлкен магнат бір компаниялар жоқ. Жоқ, ондай спонсорлар жоқ, не жоқ, сол үшін өзі там бір фан-шоптан болсын, там билеттен болсын, ештеңе таба алмағасын, трансляциядан ештеңе жоқ. Сол себепті былай айтқанда ешкіммен бір келісім істей алмаймыз. Енді былтыр Назаренкіні сезонның ортасында Шахтер алды, Шахтерға условие қойып, определенно біз гонорар алдық Шахтерға. Фан-шоп жоқ екінші? Фан-шоп биылдан бастап қолға алынып басталып жатыр. Бар, жанкүйерлер алып. Жанкүйерлер уже футболкасы болсын, шарфы болсын, тағы нелері болсын, алып не істеп жатыр. Енді ауыз күйген үрлеп шеттейді. Былтыр дәл осындай жағдай болып жатты Ақжайықпен. Ақжайық қазір жақсы орында келе жатыр. Бір көш басында командамен айырмашылық қазір 2 очко ме? 3 очко. 3 очко. Мысалы бүгін Ақсуды жеңсе, мысалы болды. Биылғы қалай жалпы былтырғы қателікті қайталамас үшін бір әрекет қадамдар жасалып жатқан шығар. Әрине. Ресурсты дұрыс пайдалану керек, мүмкін жазда трансферді күшейту керек. Оның бәрі енді былай айтқанда өзіміздің қателігімізден үйренеміз ғой әр нәрсені. Былтырғы қателікті биыл енді мен өзім мақсат қойдым қайталамауға. Сол себепті оның бәрін ескеріп, биыл енді қалай осы деңгейді түсірмес үшін, осы деңгейден ары қарай да одан сайын жақсы ойын көрсету үшін бар күш жігерімізді саламыз біріншіден. Сол себепті былтырғы қателіктер болды, кішкене нелер болды, солардың бәрін болдырмауға мен бар күш жігерімді саламын. Себебі бізге не керек? Өзіміздің мақсатымызға жету керек біз біріншіден, екіншіден өзіміздің халықтың сұранысы бойынша енді жоғарғы сатыдан көріну керекпіз. Енді мен енді бәрі айтады ғой енді бюджет деп былай айтқанда мен тренерға айтқам, келіп тоже ең басына келгенде вопрос көтерген, ой там бізде бюджет андай, мынандай зарплат қоя алмаймыз, мынандай зарплат қоя алмаймыз. Мен айтамын, сен не үшін тренер сонда? Сен келіп сол ойыншыны тауып, сол ойыншыдан сен бір футболист шығармасаң, сен не үшін тренер сонда? Сен онда мен де тренер айта аламын. Качественный мықты ойыншыларды әкеліп, по позицияны поставить, мастерствосымен мен де тренер айта аламын. Сен для того и тренер, чтобы сен солардан бірдеме шығару керексің. Сол себепті енді поляға шыққанда ешкім қалтасына ақша салып шықпайды. Футболистер өздері шығады, ойнайды. Сол себепті сен қалай дайындайсың, қалай настрой бересің, бәрі содан зависит. Ойнап кетті ма, ол қандай команда болса да өзінің ойын ойнап береді. Болды. Енді шыны керек біздің деңгейімізді Астанамен или Қайратпен тағы бір командамен салыстыра алмаймыз. Олардың условиясымен, олардың бюджетімен де ешқандай немен келіспейді. Но бізге ойнау керек. Бұл команда мен түсінерем, күрес болса кім мықты, ол бәрібір отады, ол ештеңе қарамайды. Мына команда болған жерде оның тактикасы бар, ошағындай халыққа ұнамайтын өзінің автобусы бар, былай айтқанда ол тренердің өзінің тактикасы. Бізге мақсат очко керек, болды, жеңу керек. Төрешілерге көңіл тола ма Азаматтың? Қазақстан премьер-лигасында? Қазақстан премьер-лигасында енді көп былтыр мәселелер болды ғой. Өзіңіз білесіз, неше түрлі бір спорный моменттер де болды, көңіл толмаған моменттер де болды. Шыны керек мен өзім ең бірінші болды чемпионаттың басында 2-ші тур. Қателеспесем, Ордабасымен ойнадық. Шымкентте. Ордабасымен ойнап 1-0 бүкіл матч бойы ұтып тұрып, айналып келгенде 6 минут қосты. Пенальтиін берді, жоқ пенальтиін. Ол пенальтиді мен неге жоқ деп есептеймін, себебі біз ол видеоны Европаға да жібердік. Судейский коллегиясына, тренер таныстары бар. Солардан, міне, правила футбол бір ғой бәріне де. Солардан сұрау үшін, бір не істеу үшін, одан қала берді, ары қарай 8-9 минутқа кетіп қалды, сөйтіп ұтып қалдық. Мен сол кезде бір көңілім толмаған. Демек, ол жақта судьялар заряжать етеміз ғой? Жоқ, енді мен оны қазір келіп, ой, анау заряжать етеді, мынау заряжать етіп айта алмаймын. Сіз заряжать етпегесіз бе? Жоқ, бізде енді ондай қасиетіміз жоқ. Ақпаратқа кейін кезде судьялармен сөйлеспейсіз? Жоқ, судьялармен сөйлеспеймін, мен судьялармен ешқандай контакт жоқ. Көргенде амандасам, ары қарай енді өзінің күтіп алатын спортивный директоры бар.
өзі сол жауапты адамдар бар. Адалмын дейсіз ондай. Ондай жағынан мен ешқашан заряжать етпеген. жоқ, ондай ешқандай не жоқ. Шыны керек. Олай ол үшін ойын сатқан кездер, ойынды сатқан кез шыны керек ондай немесе ойын сатшы дегендер болды ма? Ондай не болған жоқ. Ондайға мен өзім қарсымын. Дін жолындағы адамбыз. Әрине, дін жолындағы адамбыз, себепті өзіміздің былай айтқанда намысымыз бар. Жоғарыдан звоноктар келген жоқ па? Жоқ, ешқандай да звонок болған жоқ. Бұл біріншіден өзіміздің абыройымыз. Абыройды ең бірінші жоғары қоямыз, сол себепті ондайға жол бермейміз. Енді биылғы мына өзіміздің республикалық федерацияға былай айтқанда бірден бір алғыс деп айтқым келеді. Себебі мына варды енгізген. Көмектесіп жатыр ма? Варға да бар керек деп жатыр ғой бізде. Жоқ, варға да бар керек дейді, но бірақ біздің былай айтқанда біз сияқты командаларға кішкене көңіліміз жай. Тобылға қарсы ойнаған әсіресе. Әрине, жоқ енді тобылға енді кімге қалай енді біз өзіміз тобылды ұста алмай жатырмыз. Сол жерде мен өзім кеше бірінші турдан кейін Иваншқыда, Ордабасыдан кейін де бірталай әңгіме болды, талқыладық. Кішкене қатты сөйлеген кездеріміз де болды, қатты айтқан кездеріміз де болды. Кішкене тренерға бір сондай бір талап қойдым. Біз не үшін командамыз? Келіп алып, анау мықты екен, тобыл чемпион екен деп біз келіп былай айтқанда спокойно, ладно, положим очко бар, ала беріңдер, болмайды. Біз командамыз ғой, ойнау керекпіз. Біз былай айтқанда не үшін онда 40 күн сборда болдық? Ордабасы сияқты осы жақта жүру керек еді. Мен сонда айтамын, сол кезде тренер айтамын, Ордабасы биыл Турцияның шаңында көрген жоқ, даже есінде ескерген жоқ, қалай сендермен ойнап жатырмын. Сендер 40 күн Турцияда былай айтқанда бастарың шляпа киіп алып судың жағасында жатыңдар ма? Не үшін тренировать етесіңдер? Не үшін сен не істейсіңдер Турцияда? Мен былай айтқанда соңғы мен бәленбай ақша жұмсадық. Сол Турция ақша төледік қой, бесплатно ешкім жатқызбайды. Келді, ойбай Турция товарищеский матч ойнадық, дайындалдық, қана ойыншыны таптық. Келесіңдерде спокойно Ордабасыға ана жерде счет вообще басқаша болатын еді, вар көмектесті былай айтқанда. Тобылға неге андай спокойно отыла қаласыңдар. Көп нәрсе талқыладық осы жерде, шыны керек. Бірталай жоғары деңгейде әңгімелер де болды. Оның бәрін сабақ, ол талап бар, тәртіп бар, сол себепті оның бәрін кішкене жиі келтірдік. Қазір шүкір, әйтеуір жайлап келе жатырмыз. Азеке, бұл көп уақыт алмайды көрермен. Бұл сұхбатымыздың алғашқы әріптестері дейік. Сұхбат, подкаст. Рахмет көп. Кейінгі кезеңдерде ары қарай егер Астанаға келіп жатқан кезде. Алла olsun. Енді шыны керек, сіздің мына подкастты өзім жібермей қараймын. Рахмет. Себебі бұл жерде мына қазақтың футболында, қазақтың футболы туралы әңгіме қозғалған жерде мына Россияның матч ТВ каналын қарасаң, қалай ойынды талқылап тастағанда ананың аузын ашасың. Сол себепті міне қазір сіздерге енді менің өзімнің тілегім, деңгейлерің ары қарай арта берсін. Былай айтқанда YouTube каналында емес, енді ресми каналға шығуға тілектеспін. Сіздерге де рахмет. Маусымның соңында кәдімгі өздеріңіз діттеген мақсаттарыңызға жетіп, сол кезде бір сүйіншілеп отырып сұхбаттасайық, сол жеткізсін. Ақжайықтың болашақ жарқын болсын. Клуб жанкүйерлерді қуанта берсін, Батыс Қазақстанды қуанта берсін, Еврокубоктарда өнер көрсетсін. Құрметті достар, бұл біз бүгін Оралдан арнайы подкаст түсірдік. Ақжайық футбол клубының директоры, Батыс Қазақстан облыстық футбол федерациясының вице-президенті Азамат Ерболұлы Шайқы мырзамен жалпы Ақжайықтың қазіргі жай-күйімен, жанкүйерлердің тарапынан бар сұрақтарды қоюға тырыстық. Біраз дүниелер қойылмай кетсе, оны міндетті түрде келесі подкасттарға қалдырайық. Біздің каналға жазыңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Ақжайықтың жанкүйерлері болса, сіздерден коммент күтеміз. Рахмет. Рахмет.